сіз еш жерде қызмет етпейсіз, заңды түрде ешқандай салық, мемлекетке салық төлейсіз ба? Жоқ, мен еш жерде қызмет етпеймін. Иә, біліп отырмын ғой, сондай. Жеке ғой, жеке. Жоқ, бұл хан деген атпен танылғансың ғой, иә? Хан деген атпен танылғансың деп айтып отырсың ғой, иә? Мен сен мал деп айтатын едім, бауырымш. Бетіне айтайын мен сен. Олар қазіргі таңда үй жалдап жатырық деді. Барлық контракттарымыз үзіліп деді, томат үзіліп бірдеме. У них, походу, рекламы не было, денег не было, им надо было хайп. Они, наверное, хотели сделать еще моральный ущерб аламыз дейді. Твою мать, қай бетімен айтып отырған моральный ущерб деп. 17-16 жаста бала, менің азаматым Абилоров болып жүр. Менің азаматым, представь, сондай бала, әркімнің үйінде жүрген бала, кішкентай болса нан табайын деп көмектесейін деп әке-шешесіне. Сен затыңа моральный ущерб аласың, сен, блядь, қатын көтін жалайсың, біреу саған моральный ущерб төлей ма? Вы что, блядь, там охренели, что ли? Это не дай бог сол балаға бірдеме болатын болса, қазір міне маңғыстаулық өнерпаздар үндеу жасап жатыр. Бүгінгі таңда ел арасында, соның ішінде оқушылардың әлеуметтік желісінде тарап кеткен хан лақап атымен белгілі Қасым деген Маңғыстау өнерінің тойын басқарып жүрген азаматтың өзін өзі түсірген видеосы кең таралып, тек қана өнерпаздар арасында емес, халықтың елдің алдында үлкен резонанс тудырып жатқан елге белгілі. Адам айтуға аузы бармайтын дүниені түсіріп, ел арасына таратқан. Бұл азамат Маңғыстау өнерінен, Маңғыстау елінен, Маңғыстау жерінен тәлім тәрбие алған азамат емес. Бұл Маңғыстау өлкесінде туылған да азамат емес. Қазіргі таңда бір қарын майды бір құмалақ шірітеді деп әлеуметтік желіде, күл елде Маңғыстау өнеріне, Маңғыстау халқына, Маңғыстау асабаларына үлкен сын әңгімелер айтылып жатыр. Біз оған қарсымыз. Ондай азамат той мереке басқаруға ешқандай мүмкіншілігі жоқ. Және осы видеоны таратты деп айыпты болып жатқан жасөспірім азаматтың да болашағы бізді ойландырады. Осының бәрін тексеріліп, зерделеніп, ондай айыпсыз адам айыптанбау керек. Егер осы видеоны қандай мақсатпен таратылғаны бәрі зерделеніп, тек айыпты ғана адам айыбын мойнына арқалау керек. Біз ондай азаматтың өнер жолында, той мерекеде, халықтың алдында жастарды тәрбиелеп, жастарға ұлағатты сөз айта алмайтынына сенімдіміз және оның той басқаруына қарсымыз. Солай ма, жігіттер? Надо вот бүткіл Маңғыстау болып үндеу жүрсеміз, сен көтіңе тебеміз қатын екеуіңіздің. Так что көтендеріңді қысып жүріңдер. Не то, что морально ущерб, ол балаға ештеңе болмасын. Я понимаю, наверное, по глупости, по этот чем-нибудь жариялап жібер, но қатты кетсе штрафым, и то малый сумма. Өйтіп штраф төлейтіндей жағдайдағы жігіт емес. Екінің бірі мобилограф болу керек, нан табудан ол өмірдің күштілігінен жүрген жоқ ол жерде бала, қарап отырсаң.